Сауат ашу 147 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ, мен не үйрендім? Менің отбасым және достарым тақырыбы бойынша. Бұл сабақта сен мәтінді түсініп мәнерлеп оқисың, достарыңа арнап хат жасасын. Менің отбасым және достарым тақырыбы бойынша білімімізді тиянақтаймыз. Үшінші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Балалар, бізге Нүсіпбек Айтовтың кітап деген өлең берініпті. Өлеңді мәнерлеп оқиық. Саған білім жемісін оқулығың береді. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Оқулықты құрметте, күтіп ұста кірлетпе. Кішілерге табыс ет, дақ түсірмей бір бетке. Балалар, оқулық саған не береді? Оқулықты қалай ұстау керек? Сенің сүйікті кітабың қандай? Сұрақтарға жауап берейік. Төртінші тапсырма. Сызбаны толықтыр. Балалар, сендердің достарың кімдер? Нелер? Сол сұрақтарға жауап берейік. Бесінші тапсырма. Өлеңді әнімен айтыңдар. Достық. Ескен Елубай. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан. Барлық ұлттың баласы, достығымыз жарасқан. Өлеңнің соңғы екі жолын дәптеріңе жаз. Жұмыс дәптерімізге балалар, Мери мен Әлиге хат жазайық. Іске сәт жарайсыңдар.